Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қоршаған ортамен танысу пәнінен ас атасы нан тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсатына тоқталатын болсақ, балаларды нанның біздің дастарханымызға қалай келетіні жайлы түсінік беру, дәнді егуден бастап нан болғанға дейінгі еңбек түрлерімен таныстыру, адам еңбегін құрметтеу, нанды қадірлеуге үйрету. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастайық. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Оқушылар, бізге ненің суреті берілген? Дұрыс айтасыңдар, нанның суреті берілген. Ал нан қайдан келеді деген сұрақ бізге қызық па? Ендеше жауабын тыңдайық. Балалар, көктем мезгілінде бірінші біз жерді жыртамыз. Жерді жырту үшін біз тракторды қолданамыз. Трактор жерді жыртып, тұқым себуге дайындайды. Ол үшін трактордың өзінің арнайы құралдары болады. Жерді жыртуға арналған құралын алып, оған жерді тырмалайтын құралын біріктіреміз. Трактор жерді тырмалап шығады. Жерді тырмалап болған соң, тұқым себушілер жерге бидай дәндерін сеуіп шығады. Сосын егінші оған күтім жасайды. Күз мезгілінде бидай дәндері өсіп шығады. Бидай дәндерін жинау үшін біз комбайнды пайдаланамыз. Комбайнды өздерің қалаған түспен боясаңдар болады. Комбайн бидай дәндерін жинап шығады. Комбайн бидай дәндерін диірменге апарады. Диірменде диірменшілер бидай дәндерінен ұн жасайды. Ұнды диірменнен трактормен алып кетеді. Трактор оны наубайға апарады. Онда наубайшылар ұн, жұмыртқа, тағы да қоспаларды қосып нан жасайды. Міне оқушылар, нан осылай пайда болады. Ал енді оқушылар, не түсінгенімізді білу үшін мына тапсырманы орындайық. Нанның дастарханға дайын болып келу ретін цифрмен көрсетейік. Ал енді кері байланыс. Егер сабақты түсінсек, түсіндім деген, жартылай түсінсек, жартылай түсіндім деген, мүлде түсінбесек, мүлде түсінбедім деген SMS жіберейік. Назар аударғандарыңызға рахмет.